Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен сырты қытырлақ, іші өте тойымды әрі дәмді, оңай жасалатын үй жағдайында донерлерді бірге дайындаймыз. Менің каналымнан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы жолы донердің салмасына мен фаршты қосамын деп шештім. Өткенде мен тауық етімен дайындаған тұғымын. Оның видеосы да менің каналымда бар. Каналдағы видео деген бөлімге өтсеңіз барлық видеолар шығады, міндетті түрде қарап көріңіздер. Табамызға аздаған сұйық май құйып, фаршымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, қалаған приправаңызды салып, қуырып пісіріп аламыз. Фарш пісем дегенше картопымызды ашып, жақсылап жуып тазалап, дәл видеодағыдай ұсақ бөлшектерге бөлеміз. Біз бұдан картошка фри жасаймыз. Дәл қазір мен сіздермен картошка фриді бірге дайындаймын. Дәл осы картошка фридің бөлек рецептісі менің видео бөлімінен таба аласыздар. Мінекей картопымызды осылай ашып, турап болғаннан соң құрғақ майлықтың үстіне қойып, қағаз салфеткамен үстіне бірнеше рет қайтара өтеміз. Біздің картопымыз құрғақ болуы тиіс. Және оны бөлек таза ыдысқа салып, үстіне 1 немесе 2 ас қасық картофельдің крахмалды салып, осылай қолымызбен ұстамай шарашамен жақсылап араластырамыз. Және қатты қызып тұрған майда картошкамызды салып, осылай қуырып пісіріп аламыз. Былғап тұруды ұмытпаймыз. Міне біздің картошкамыз осылай сарғайғанша пісіреміз. Ең алғаш картопты салған кезде қатты көпіршуі мүмкін, майыңыз ештеңе етпейді, былғап тұрғанда кететін болады. Осы піскен картоптың үстіне бірден дәміне қарай тұзды сеуіп, осылай ыстық күйінде араластырып алсаңыздар, тұзы сіңіп жақсы болып тұрады. Келесі кезекте соусын дайындаймыз. Соусында менде бұл жерде майонез, кетчуп және бір тісше сарымсақ. Барлығын жақсылап араластырып аламын. Және де бәрінде осылай турап дайындап аламын. Енді лавашымыздың үстіне жаңағы біздің дайындап алған соусымызды жақсылап жағып, үстіне қалауымызша фаршты, жаңағы пісіріп алған картошка фримізді қойып шығамыз. Және де жуаны да осылай ұсақ қылдырып турап, сондай-ақ қызанақты, қиярды барлығын қатар-қатар қойып, біздің лавашымызды дәл видеодағыдай хат секілді, конверт секілді орап дайындап аламыз. Мінекей, барлық лавашқа да осылай соусын жақсылап тұрып, жетпесе үстінен қосып араластырып, жағып, дәл жаңағындай ретпен барлығында жасап шығамыз. Достар, егер де сіздерге менің видеом пайдалы болып жатса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі видео рецепттермен бөлісетін боламын. Және де менің барлық видеоларымды каналымдағы осы видео деген бөлімнен кіріп қарай аласыздар. Бұл жерде барлық видеолар көрсетіледі. Міне, осылай лаваштарымыздың барлығында орап шыққан соң, қызып тұрған, жай ғана сұйық май құймай осындай табамызға екі жағын қып-қызыл етіп қызарып қуырып аламыз. Осымен біздің лавашымыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет.